қалайсыздар? Мен қазір қамырына айран мен бір жұмыртқадан қосылатын сковородкаға тез және оңай болатындай пицца даярлаймын. Бір жұмыртқа салдық. 3 қасық айран қосамыз. Tuzun salamız üstüne. Қамырына 1 қасық құм шекер, шай қасықпен толтырмай тола елеп даярлап қойдық ұнды. 3 қасық. Үстіне жарты қасық сода саламыз. Осында жалтыраған масса шықты. Енді бұны басқа заттар турап болғанша қойып тұрамыз. Бір кішкентайлау пиязымызды осындай домалақ қылып тураймыз. Помидорды өстіп 2-ге бөліп майдалап тураймыз. Зеленді де майдалап өстіп әдемілеп турап аламыз. Тауық етінде майдалап турап алдық. Міне қызып тұрын. Тапамыздың бәр жерін сармай салып азғантай майлап шықтық. Қандай май қолдансаңыздар да, салатный масло болса да болады, сұйық май. Өздеріңіз білесіздер. Енді осының үстіне массамызды құямыз. Құйып алдық. Міне осындай әдемі масса шықты. Енді мына даярлап алған заттарымызды бірінің үстіне бірін сала бастаймыз. Міне салып алдық тауық еті. Осының үстіне енді мына майдалап туралған пиязымызды саламыз. Міне осының үстіне мына жұқалап туралған пиязымызды салып алдық. Үстіне бір тегіс қылып әдемілеп помидор саламыз. Осының үстіне бұршын сеуіп шығам. Үстіне 1 келка қылып зелен сеуіп шықтық. Үстіне міне сырымызды төркіден өткізіп, міне газге қойып қақпағын жауып, міне газге қойғаннан кейін 5 минуттен кейін кетчупты үстіне өстіп айналдырып сеуіп, тағы 10 минутке қалдырамыз. Пиццамыз даяр болды. Тәрелкеге салып кесіп көретін боламыз. Тәрелкеге салып алдық. Қазір бісміллә деп кесеміз. Өте дәмді болыпты, көтеріліп, ісіп, тамаша болыпты. Дәмі енді өте тамаша болған. Бұрыштың ізі шығып, енді сырмен, помидор, кетчуп үстіне салынған. Айранға істегесін, үстіне сода салғасын, ісіп, ашы тамаша болыпты. Астыңғы жағы шамалы қытырлап, өте өзгеше болып шығыпты. Ауызға жағымды. Каналыма тіркеліп, пікір жазып, лайк басып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.